Сәлем достар, бүгін менімен бірге бала кезімізден сүйіп жейтін бәрімізге таныс дәм орешкиді бірге дайындайық. Қажет құрамын төменге жазып қоямын. Ең алдымен шұңғыл ыдысқа сары май, шым тұз, қант ұнтағын, разрыхитель, жұмыртқаны салып, қолмен сәл-сәл араластырамыз. Араластыра отырып, үстіне ұнды салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қолға жабыспайтын өте жұмсақ қамыр шығады. Қамырды кішкентай бөліктерге бөлеміз. Сопақша етіп, барлығын алдын ала дайындап аламыз. Бәрін осылай етіп алдын ала дайындап аламыз. Орешки пісіретін арнайы форманы қыздырып аламыз. Әрқайсына жеке-жеке салып, бетін жауып, қызарғанша ұстаймыз. Қызарғанша ұстап, тарелкаға барлығын түсіріп аламыз. Келесісінде дәл осылай барлығын пісіріп аламыз, қызарғанша ұстаймыз. Барлығын тарелкаға жинаймыз. Міне осылай барлығын пісіріп алдым. Артық жандарын пышақтың көмегімен кесіп тастаймыз. Енді орешкиларды жинайық. Ол үшін вареный сгущенканы ортасына салып, екі жағын біріктіріп, жинап шығамыз. Немесе салмасына грек жаңғағын блендермен езіп алып, вареный сгущенкаға араластырып, ортасына салса да өте дәмді болады. Мінекей, менің орешкиларым дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығатынына сенімдімін. 3-4 сағат тұрғаннан кейін салмасы сіңіп, жұмсақ болады. Ас болсын, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.